қазіргі ақша билеген нарық заманында бай бақуатты болғысы келмейтін адам кемде кем. Бірақ та сол бақуаттылық, бай болу екінің бірінің қолынан келе бермейтін қиындау шаруа. Бүгін біз осы видео сабағымызда қалай миллионер болуға болады деген мәселе төңірегінде әңгіме етпекпіз. Қазіргі жағдайларға талдау жасап қарағанда миллионер болудың үш түрлі негізгі жолы бар екен. Әрине оның жолы көп, бірақ негізгі ең басты жолдары осы үш жол. Біріншісі, миллионер болудың бірінші жолы, егер сіздің ата-анаңыз бай миллионер болса, сіз мұрагер ретінде соның ақшасына ие болып, ешқандай қиындықсыз миллионер болып шығасыз. Бірақ бұл енді екінің бірінің маңдайына жазылмаған нәрсе. Екінші жол бар, миллионер болғыңыз келсе, өз бизнесіңізді ашып, соны жүргізу керек. Бірақ өз бизнесін ашып, жүргізіп, табысқа жетіп, миллионер болу 100 000 адамның біреуінің ғана қолынан келетін іс екен. Айтқанда бұл да өте қиын шаруа. Енді үшінші жолы бар екен. Жалпы қарапайым адамдарға бәріне ортақ қолынан келетін деп айтуға болатын жол. Бұл жылына 20-25% өсім беретін депозитке $1000 ақшаңызды салып қоясыз да, ай сайын $50 қосып отырасыз. Сонда 20 жылдан кейін сіз миллионер болып шығады екенсіз. Егер теңгеге шағатын болсақ, $1000 дегеніміз қазіргі бағаммен 420 000 теңге. 420 000 теңгеңізді салып қойдыңыз, ай сайын $50, яғни айтқанда 21 000 теңге салып отырасыз. Сөйтіп 20 жылдан кейін сіз миллионер болып шығасыз, долларлы миллионер болып шығасыз екенсіз. Әрине бұл екінің бірінің қолынан келетін шаруа, адамдардың көбісінің қолынан келетін шаруа. Айтқанда бұл үшінші тәсіл қарапайым адамдарға жаңағы қолайлы, ыңғайлы тәсіл деп айтуға болады. Енді сөзіміз дәлелді болу үшін мен сіздерге қазір осыны нақты есептеп көрсетейін, қалай жүзеге асатынын. Мынау Малахов деген ресейлік жаңағы программисттің жасаған калькуляторы. Vista деп аталатын депозит бар. Сол Vista депозитінен жасаған калькуляторы. Vista депозиті валютамен, шетелдік валютамен жылына 23-24% өсім беретін жаңағы депозит. Енді мына жерге мен қазір сіздерге көрсетейін. Мінекей мына жерге біз 420 000 теңге деп жазып қояйық. 420 000 теңге, $1000 ғой, 420 000 теңге. 500 000 теңге деп жазайық анда. Біз 500 000 теңге салайық. 500 000 теңге салып, өйткені жаңағы дөңгелектеп алып көрейік. Мына 500 000 теңгені біз мына жерге жазамыз, енді 20 жылға. 20 жылға саламыз. Мына жерге айына біз $50 қосып отырамыз. Яғни айтқанда $50 21 000 теңге. Жарайды, 25 000 теңге деп жазып қояйық бұл жерде. 25 000 теңге ай сайын қосып отырайық. 500 000 теңге салдық, 25 000 теңге ай сайын қосып отырамыз. 240 айға, яғни айтқанда 20 жылда қанша ақша болады екен бізде, қазір көрейік. Мына жерде теңгемен есептелген, мына жағында евромен есептелген. Біз евро жағын көрейік. Евроны көрейік қазір біз. Қанша ақша болады екен. Мінекей мынау месяц дейді, мынау доход, чистый доход дейді. Мынау жаңағы жалпы доход мінекей. Бірінші айда 301,52 евро болады екен бізде. 301,52 евро. Содан бастайды екенбіз біз. Енді мінекей 994 евро түсіреді екен бірінші айда. Екінші айда 9, ең айтқанда 10 евро түсіреді екен. Енді біз төмен қарай түсейік, мінекей. Ең соңғы жағына келейік, мінекей. 240 ай, мінекей. 240 айда біздің салған жаңағы 300 евро, жаңағы 500 000 теңге, айтқанда 1000 евро ғой. Енді ажио дейді, оны ұстап қалғаннан кейін қалатын 301 евро қалады. Сол мінекей 1.304.832 евроға айналады екен. 1.304.000. Айтқанда біз миллионер болып шығады екенбіз. Енді мына жағы ол қанша ақша түсіреді ай сайын.
ай сайын бұл бізге мінекей 43 мың доллар түсіп тұрады екен. Ай сайын 43 мың доллар түсіп тұрады. Жылына жарты миллион евро түсіп тұрады екен. Жарты миллиондай евро түсіп тұрады екен. Біздің есеп шотымызда 1 миллион 304 мың евро болады 20 жылдан кейін. Ай сайын 43 мың евро түсіріп тұрады. Бұл ақша. Міне осындай деңгейге жетеді екенбіз. Егер біз 500 мың теңге салып, ай сайын 25 мың теңге қосып отырсақ, сондай деңгейге жетеді екенбіз 20 жылдан кейін. Егер біз 500 мың теңге ақшаны депозитке салып қойып, айына 25 мың теңге қосып отырсақ, 20 жылдан кейін долларлы миллионер болып шығатын болсақ, айына 43 мың евро тауып отыратын болсақ, яғни айтқанда қанша миллион теңге ғой? 43 мың евро дегеніміз бұл кем дегенде енді бір 22-23 миллион теңге, айына 23-24 миллион теңге тауып отыратын деңгейге жететін болсақ, бұған енді не кедергі? Жұрттың бәрі осылай жасамай ма? Өйткені бұны жасауға екінің бірінің қолынан келеді. Қазір 500 мың теңге таба алады көп адамдар. Айына 25 мың теңге салып отыруда оншалықты қиын емес. Біз жаңағы түрлі кредиттер алып жатырмыз. Сол кредиттерді ай сайын 40 мың, 50 мың, 100 мыңдап кредитті жабуға төлеп жатырмыз. Айтқанда 25 мың теңге деген бізге оншалықты көп ақша емес. Бірақ енді осы нәрсеге не кедергі деген нәрселер туындайды. Соған мен кішкене назар аударып көрейін. Ең басты кедергі көп адамдардың санасындағы жаңағы ойлау мәселесі. Айтқанда алыс жаңағы ұзақ жылдық стратегиялық жоспар жасауға көп адамдар қабілетсіз. Ең бірінші көп адамдар былай ойлайды. 20 жыл деген көп уақыт, оған дейін тірі болам ба, өлі болам ба, қажеті қанша? Сонша 20 жылды ойлайды. Бүгінгі күнмен өмір сүрейін. Қазір мен ақшаны салып қоям, бір 10 жылдан кейін, 5 жылдан кейін өліп қалсам не болады? Бәрі қалады дейді. Екінші бір кедергі болатын нәрсе, осы 20 жылдың ішінде әлгі депозит салған компания өмір сүре ме, жоқ па? Ертең банкрот болып жабылып қалса, мен ақшам да жиған терген бәрі кетеді. Ақшамнан айырылам, тақырға отырып қалам деп ойлайды деген күдік болады. Үшінші бір кедергі келтіретін нәрсе, көп адамдар ойлайды, ай сайын 50 доллар, 25 мың теңге салып отыру менің жаңағы қалтама тәп-тәуір салмақ түсіреді. Мен пәтер жалдап тұрам, өзімнің кредиттерім бар, соның бәрін төлеймін, басқа да қажеттіліктер бар, соның бәрінен артылдырып 25 мың теңгені ай сайын салып отыруым керек. Ол 20 жылдан кейін болатын нәрсе. Қазір маған ештеңе әкеп атқан жоқ. Ол бола ма, болмай ма, тағы белгісіз нәрсе деген бір сондай бір күдікті ойлар болады. Осындай ойларды арман қарай, осындай күдікті күмән нәрселерді жалғастыра беруге болады десем болады. Осылардың бәрі адамға кедергі жасайды. Сосын ол адам бұл нәрседен бас тартады. Бірінші кезде қызығады әрине. Жаңағы 500 мың теңге мен табам ғой, қиын емес. Айына 25 мың теңге салып отыру да қиын емес. Мен көрсем қайтеді деп бір жаңағы бір ынта ықылас пайда болады да, сәлден кейін жаңағы мынау сияқты сайтани бір ойлар келе бастайды, күмән, күдік дегендер. Сосын ол жаңағы алдындағы ойын жоспарын тасталғанға жоқ қылып жібереді. ақш-та осыдан өткен ғасырда, өткен ғасырдың 60-70 жылдарында бір сараптамалық компания 100 оқушы баланың арасында тәжірибе жасап, мынадай тәжірибе жасаған екен. Әлгі оқушы балаларға сөйлесіп, компанияның өкілдері оларға айтқан мынадай талап қойған. Саған күн сайын 1 доллар беріп отырамыз 10 күн бойы. Осыған келісесің бе? Немесе екінші вариант ұсынған. Саған 10 күннен кейін 15 доллар береміз, бірақ береміз. Күн сайын бермейміз, 10 күн өткеннен кейін 15 доллар береміз. Қайсы нұсқаны таңдайсың дегенде, 100 баланың 90-ы 1 доллар күніне алып отырамыз деп шешім қабылдады. Тек қана 10 бала ғана 10 күн өткеннен кейін 15 доллар алып дейді. Содан енді арада 20 жыл уақыт өткеннен кейін ол балалардың бәрі ер жетіп, өмірге араласып, түрлі салаларға еңбекке араласып кетеді. Содан кейін жаңағы тәжірибеге тартылған балаларды тағы да тексереді компания. Сонда қандай жағдай анықталған? Күн сайын 1 доллар алып отырған 90 баланың көпшілігі жұмыссыз қалады. Жұмыссыз пособиямен өмір сүріп жатыр. Жұмыс істеп жүргендердің бәрі жаңағы азын-аулақ жалақы алады. Сондай бір үлкен жақсы кәсіп емес. Қалт-құлт етіп тірлік кешеді екен. Тірлік кешіп жүреді.
сондай тұрмыс жағдайлары нашар болған. Ал енді 10 күн өткеннен кейін $15 бірақ аламын деген 10 баланы тексеріп көргенде, олардың бәрі, көпшілігі өзінің бизнесі бар екен, өзінің бизнеспен айналысады, мықты, бай, бақуатты бизнесмен кеткен. Ал енді басқалары үлкен ірі компанияларда мықты менеджер болып жұмыс істейді екен. Жалақысы жоғары, тұрмыстары да жақсы, оқыған, жақсы, мықты кәсіби мамандарға айналған екен. Бұл нәрсе нені білдіреді? Бұл мынандай нәрсені білдіреді. Табысқа жетудің ең басты кілті ұзақ мерзімді стратегиялық жоспар жасап, соны жүзеге асыру. Айтқанда, адамдардың жалпылаған адамдарды егер жалпы орташа алғанда 90% ұзақ мерзімді стратегиялық жоспар жасап, сонымен жұмыс істеуге қабілетсіз екен. Сондықтан да ол адамдардың кедей болып, өмір бойы ақшаға тапшылықтан құтыла алмай жүру себебі сондай. Бәрі де ақшаның көп аз табуында мәселе онда емес. Мәселе сол санада. Айтқанда, адамдардың ұзақ мерзімді стратегиялық жоспар жасап, сол жоспар бойынша жұмыс істеуге қабілетсіздігіне жатыр екен. Жоғарыда біз айтып көрсетіп кеттік, кез келген адам 500 мың теңге ақша салып, жинап, айына 25 мың теңге салып отырып, депозит арқылы 20 жылдан кейін миллионер болып кетуіне болады, долларлы миллионер болып кетуіне болады. Кез келген адам, кез келген қазақстандық. Бұған бәрінің шамасы жетеді, бәріне мүмкіндік бар. Бірақ сол адамдардың 50-де 1-і ғана, айтқанда 100 адамның 10-і ғана соған тәуекел етіп баруы мүмкін. Қалғандары әлгіндей, біз айтып кеткендей, түрлі күмәнді ойларға беріліп, бас тартады. Сөйтіп тапқан ақшасын бәрінде бұл түкке қажетсіз нәрселерге жұмсап, бүгінгі күннің өлшемімен өмір сүреді, ешқандай табысқа, нәтижеге жете алмайды. Өмір бойы сол тапшылықта, жоқшылықта өмір сүреді екен. Егер біздің осы видео сабағымыздан бір пайдалы ақпарат алған болсаңыз, онда лайк басыңыз, немесе пікір қалдырыңыз осы. Содан кейін Vista депозит туралы толық ақпаратты алғыңыз келсе, онда осы видеоның астында сілтеме бар, сол сілтеме арқылы сайтқа кіріп толық ақпарат алуыңызға болады.